Иә, осы жыл қатты жақсы емес, өйткені барыста бүкіл қолымнан келген жоқ. Бірақ Наматта, универсиадада жеңдік, сол жақсы өте маған. Мен өзімді қатты көрсеткен жоқ, бірақ мүмкіндік болды. Сол мүмкіндікке ризамын тренерский штабқа. Сол, иә. Жоқ, өйткені мен өз елімде ойнағым келеді. Өзімді өз қазақтарыма көрсетіп, менің мақсатым барыста ойнауға. Біз кішкентай кезімізден бірге ойнадық қой. Барыста жусуша болғанбыз, 14 жасымызда біз бірге ойнағанбыз. Ішінде некая химия болған. Сол химиямен біз өз-өзімізді жақсы көрсеттік. Көп гол салдық. Өзіңді де жақсы сезінесің. Көп ойнағанда, көп гол салғанда, көп передача бергенде настроение жақсы болады. Иә, біз өзіммен екінші ойында ойнадым. Біз жеңдік. Мен пас бердім, 3 пас бердім. Сол Максим Мұхамедов пен Алихан Өмірбеков пен Наматтың балаларымен бірге ойнадық. Сол химиямен біз осы ойынды жақсы көрсеттік. Иә, ол үлкен проблема. Өйткені өзіңді көрсету үшін саған көп уақыт берсе, сәл жақсы болатын еді. Бірақ сол аз уақыт берсе де сен өзіңді көрсету керексің. Енді өзіме көп уақыт берсе, мен өзімді жақсы көрсету үшін тұрысты болып жақсы болатын еді. Иә, ойыннан кейін шайба кезетке кіреміз, бүкіл балалармен көреміз, оқимыз. Көргенде көзің қуанады осындайға. Жанкүйерлерге рахмет, осы қолдап жатқандарға. Енді мен жұмысым ол жай жұмыс істеу, көрсету, өзімді көрсету. Осы мен жұмыспен бүкілі келеді. Жоқ, мен хоккей туралы вообще ештеңе білген жоқпын. 6 жасымда менің анам жүр мен бірге барасың дейді. Мен айттым, қай жерге дейді. Жүр көрсетемін дейді. Сол хоккейный здание болған, сок деп аталынған. Сол жерге кіріп, менің анам апарған. Бірінші лед, бірінші тренировкамда әлі есімде. Маған ұнап, сразу айттым, мен жақсы көрдім осы спортты. Сол жермен қалдым хоккейде. 6 жастан бастап, 12 жасымда Қазақмыс командасы Сатпаевта жабылған, өйткені финансирование біткен. Содан кейін мені Қарағанды шақырған Юность деген команда. Мен все уже затымды жинап Қарағандыға келгем. Ертең уже тренировка басталған таңертең. Сол тренировканың алдында маған бір адам звондайды. Айтады, Астанаға барасың ба дейді. Мен сразу Хан Шатыр, KFC, Мега, смело дедім. Сосын Қарағанды сразу Астанаға кеттім мен. 12 жасымнан, осы мен 24-темін, уже Астанадамын. Жусуша барыс, Тимур Заракановичтің құрамында болғам мен. Жоқ, анамды, апаларымды сағынам. Бірақ Сатпаевқа қатты жоқ, ондай болған жоқ, өйткені мен Астанада болғам. Бүкіл жақсы болған. Тамақ берген бізге, киім берген. Анам ақша жібергенде киноға баратын еді, KFC жеп, қыздармен мороженое жеп. Гостиница Софияда тұрғанбыз балалармен. 32-ші мектепке барғанбыз. Сол 32-ші мектепте 11-ші класты бітірдік. Мен ент жазғам Енуда. Ентені жазып, Каргуға түстім. Имени Букетова, Қарағандыда. Қарағандыда бірінші курста историческийға түстім. Исторический факультет. Мен спортсмен исторический факультет. Мен ент жазғанда по выбору менде не болған география мен история. Өйткені сол география мен историяны интернетте қатты тез жазасың, короче. Сол үшін ғана алдым.
сосын ответтен кейін уже осы предметпен сен түсу керексің. Ол мен білмеппін. Ішінде археология ма, бір нәрсе болған, история, түсе салған, мен сосын уже перевелся исторический, физкультурный факультетке. И 4 курс оқып бітірдім. Маған IT сферасы ұнайды. IT сферасын зерттеп қарап жүрмін. Өйткені болашақта осы хоккейден кейін сол сфераға кеткім келіп жүр. Ең бірінші мақсатым енді болашақ отбасымды тауып, балалар болып, басым қазір бос емес, басым табылды. Қызым табылды. Анам жоға чуть-чуть бастайды, типа, балам, қашан, немерелер керек деп. Содан кейін ойланасың, керек деп, уже 24 жасында, кішкентай бала емеспін ғой, ойлау керек. Қыздар көреді ғой, келеді ғой, хоккей ойына келеді. Анау Мұратов, анау Шайхмеденов деп инстаграмнан табады, жазады бізге. Оны да түсінем, бұл өмір ғой енді. Одан кетпейсің, өйткені сен хоккейсің. Осындай жұмыс жасап, осындай внимание келген, ол да жақсы на самом деле. Оған да қуану болу керек, өйткені ол да внимание. Алла қалап, осы Финляндияда осы жыл, сол жыл өте жақсы өтті маған. Тренерский штаб жақсы доверие беріп, көп ойнадым, өзімді көрсете алдым. Андай финттер жасап, жақсы голдар салып, өзімді, өйткені балалар да жақсы көмектесті. Эмоционально поддержка жақсы болды. Бірақ Финляндияда өмірі басқаша. Өйткені мен өзім Қазақстанда өмір сүруді өте жақсы көремін. Бірақ осы Европаларды қатты жүрегіме алмаймын. Сол Финляндия өйткені өте суық, Астанада да суық. Бірақ единственный жақсы вариант ол каждый үйде сауна болды. Прям сауна. Тренировкадан келесің, дала суық, вообще жаман минус, 50 ма сондай. Келесің, саунаны қосасың, отырасың, кайфтап. Содан кейін бүкілін ұмытасың. Сол жақсы. Жақсы опыт на самом деле. Баға олдай дейсің ғой одан, қымбат. Қымбат, чуть-чуть қымбат. Зарплаталары төмендеу Қазақстаннан. Бірақ жақсы опыт. Өмірді мен 1 рет өмір сүрем, көрдім, ұнады. Мен көп ойланғам, бірақ осы жүрегім Қазақстанда тұру үшін жауап берді маған. Сол барыс шақырды, барысқа келдім. Бүкіл жақсы болған жоқ, бірақ бүкіл жақсы болды, өйткені мен чемпионмын қазір Қазақстанның. Универсиадада 3-ші орын алдық. Жақсы жауап маған қазір. Біріншіден, Финляндияда ойнағанда ел көрдім, жер көрдім, адамдармен таныстым. Адамдар, тіл үйрендім, ағылшын тілін үйрендім. Мен ағылшынша қазір сөйлей алам бір адаммен. Қатты вау емес, бірақ сөйлей алам, түсінем. Соғанда мен қуаныштым, өйткені мен сол жерге барғанда жай ғана hello, how are you, сол ғана. Бірақ осы 1 жылдан кейін, Аллаға шүкір, ағылшын тілім жақсы болды. Жоқ, мен кішкентай кезімнен қазақ тілі, өйткені біздің отбасымызда тек қана қазақ тілі болған. Апаларым қазақ мектебіне барып, мен ғана орыс мектебіне барғам. Бірақ анамен сөйлеп, әлі есімде қазақ тілі. Қызым қазақша сөйлейді, қазақша жақсы сөйлейді. Соған өте ризамын. Қазақ қызымды таңдағанына. Орысша жақсы сөйлейді, ағылшынды біледі. Алматы Қаскелең қызы, өзі актриса, қазақ елінің актрисасы. Ташкенттен келгеннен кейін, Алматыға ұшып кетті мен сол махаббатыма деп. Жоқ, жай
Иә, жай демалып, өйткені мен Алматы өте қасымда, өйткені Алматы өте жақсы көремін. Осы сезондарда жай тренировкадан кейін мен Алматыға ұшатынмын, жай лыжаға барып, тауға көтеріліп, Алматыны өте жақсы көремін. 10 жылдан кейін Батырлан Мұрат қалай өз-өзіңді елестетесің? 10 жылдан кейін, Иә. 34 боламын менде, 3 бала болып, қуанышты әке болып, жақсы әйеліммен өмір сүріп, қасында анам болып, апаларым. Сол ғой мен енді ең басты мақсатым. Алла қаласа, осы 30-ға дейін бүкіл жақсы болса, ар жақта уже басқа сфераға кіріп, сонды көру керек. Хоккейден басқа өмірде өмір өтесің? Хоккейден де басқа өмір бар ғой. Өмірде көп өмір бар, сонда көру керек.